Адамның берген нығметтерінің ішіндегі ең үлкен нығмет бұл иман нығмет. Сізді бүкіл халықтың ішінен таңдап, сізге иман сыйлады. Сізді Алла таңдады. Сіз Аллаға сенсеңіз, онда сіз Алланың таңдалғанысыз. Алла сізді таңдады. Байларға бермеген не бір байлар өтті бұл өмірде, оларға бермеді. Не бір патшалар өтті, не бір батырлар өтті. Құдай оларға бермеген иманын сізге берді. Бұл Алланың таңдауы. Сіз Алланың таңдаған адамысыз. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Алла Тағала мына дінде ешқандай да бір қиыншылық қылып қоймады. Пайғамбардың сөзі бар. Жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар, кеңейтіңдер, тарайтпаңдар деген сөзі бар. Намазды қараңызшы, намазды бүтін, үйде жүргенде бүтін оқы дейді. Жолға шықсаң бәрібір машақат көресің, қысқартып оқы дейді. Егер шамаң жетпей жатса, отырып оқы, денсаулығың жарамай жатса, жатып оқы дейді. Дәретің шыдамай жатса, таямың соғып оқы дейді. Үзір кезінде 5 уақытқа 5 уақыт қана дәрет алып оқы дейді. Дұшпан көрсең бір ракат оқы дейді. Бұдан артық жеңілдік бар ма? Барлығын жеңілдетіп қояды. Білесіз ба, бұл намаздың түбі қандай болды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам миғражға барып, Алла Тағаланың бұйрығынан 50 ракағат күніне 50 рет намаз оқуды алып келеді. 50 рет намаз оқы дегенге мақұл, оқимын деп келеді. Түсіп келе жатса, Мұса тоқтатады. Ей Мұхаммед, тоқта! Сен бұны жасаған менен сенің артыңдағылар жасай алмайды. Мен көргенмін ғой, маған сен. Алланың алдына барып, қысқартуын сұра дейді. Барып 45 қылады. Тағы да бар деп 35 қылады. Тағы да бар менен 5 қылады. 5 рет күніне намаз оқыды. Сонан соң Мұса айтады, жоқ, бұны да жасай алмайды. Бұдан да азайт, 1 ретте жетеді күніне. Азайт деген кезінде мен енді бармаймын. Өйткені Алла Тағала маған айтты, сенің 5 уақыт оқыған намазың 50 уақыт намаз оқыды деп жазылады деп айтты. 50 уақыт намаз оқыды деп жазылады. Мен енді қайтып бармаймын. Ойласаңыз, Алланың жеңілдігі емес пе? Алла Тағала сізбен бізге дінімізді жеңілет. Түсінігінде, амалында. Кім қызықса, кімнің жүрегінде ықыласы болса, ол орындайды. Ал егер сіз орындаудан шамаңыз жетпей жүрсе, онда өзіңізбен жұмыс жасаңыз. Мүмкін сіздің жүрегіңізде бір ауру бар. Мүмкін бір кінәрат бар. Сол кінәратты тазалаумен айналысыңыз. Өйткені жаннат сізге керек. Жаннатқа кіріп, табысқа кенелу сізге керек. Сол үшін ерінбеңіз, әрекет қылыңыз.